Өйткені мен тормозбын, өйткені мен пысық емеспін, өйткені мен миым жұмыс жасамайды. Кредит не істеймін, қарыз не істеймін. Сосын соңында бір жұртқа келеді да ол нәрсе. Мида каша болған кезде өмірде каша болады. Бүйтіп отырып алып, ойланып отырып, қандай не үшін екен, осы өйтіп бүйтіп ақша тауып папама машина берсем. Просто біз оның сөйтіп көмектесе алатынына сенбегендігіміз. Ошым адам емес екенсің ғой, мен саған жақсылық жасап, мен сен қарыздарыңды құтылып жүрмін ғой. Қатты уайымдап қиналғаннан, если шешілетін болса, проблема шешілетін еді ғой, бізге, сізбен бізге ең бірінші үйренетін нәрсе қалай расслабиться етуге болады, қалай уайымдамауға болады. Вот уайымдай бересің, не істеймін, қарызын, не істеймін, қарызын, не істеймін, кредит не істеймін, қарызын не істеймін. Осы уайымды лучше басыңызды қалай деген сұраққа, вот ауыртыңызды сұрақты басқаша қойып, қалай уайымды или фокусты басқа нәрсеге аударуға болады. Как можно расслабиться? Қалай уайымдамауға болады? Егер мына нәрсені, мына қарыз деген нәрсені уайымдамайтын болсақ, оны уайымдамау мүмкін емес бірақ. Бұны уайымдамау үшін, вот мынаны қараңыздар. Мынау менің қолымда, сіздер көрініп тұрған болса, бір ручканың қалпағы. Өзіндік бір көлемі бар. Мен қазір көрсетіп тұрмын, сіз бұны көріп тұрсыз. Бірақ бұған тимей, мынаны, қазір сіздің көзіңізге білмеймін, қандай көрініп тұр, камераға жақындатсам үлкен болып көрінеді сізге. Бірақ осыған жақындамай, осыған вообще тимей, даже вообще тигізбей жеріңізді, мынаны кішірейту керек. Қалай кішірейтуге болады? Бұған тимейсіз. Қырқуға болмайды, сындыруға болады, вообще мынаған тиюге болмайды да, бірақ осыны кішірейту керек та. Бұны кішірейту үшін мен аламда оның жанына одан үлкен нәрсені қойып қоямын. Фокус мына жаққа кетеді, тура қарыз сондай да. Мына қарызды уайымдамас үшін, фокусты басқа нәрсеге аудару үшін мынадан да маңызды нәрсені миыңызға тапсырмақ беру керек. Мына қазір миыңыз, сіз басқара алмай жатырсыз, миыңызды ойламай десеңде ойлап қойып жатсыз, қарызыңызда фокус осы жақта, мынаны ойламайтындай, мына жақта білмеймін, придумайте себе что-нибудь, бір тапсырманы өзіңізге ойлап тауып алыңыз. Менің ақша және мен деген курсының ең біріншісінде қарыздан қалай құтыламын деген отдел бар. Сол жерде маған ұстаздарымның осы қарызды ойламау үшін берген тапсырмаларын, енді страшный тапсырмалар аналар ше. Соны мен сол жерде бәрін айтқанмын. Маған ұстазым қандай тапсырма берді, ол маған қалай көмектесті. Вот расымен де сол жерде элементарны бір ғана айтайыншы, Алланың әл-Мұғни деген есімі бар. Қазақшасы байытушы деген мағынаны береді. Қай кезде, ұйықтаңыз, тұрыңыз, любой кезде есіңізге осы әл-Мұғни, любой кезде бір өзіңнің атын мысалы жаттап аласың, сол сияқты Алла тағаланың именно осы байытушы деген атын және әр-Разақ деген атын, осы екі атымен или дұға жасай беріңіз. Или шамаңыз келсе, күніне 10 000 рет әл-Мұғни деп айтып көріңізші. Вот осылай маған мен ұстазым айтқан. Енді қараңыз, күніне маған айтады, как раз ораза келіп тұр, күніне сен 10 000 рет әл-Мұғни деп айт, бұл Алланың көркем есімі, байытушы. Сені байтады деп сен айтып жатқан кезде деді. Енді қараңыз, күніне бір күн айтып көрдім, 2 күн айтып көрдім, уже 3-ші күні терет ете бастайсың ғой, сосын мен уже ойлана бастадым. Қалай айтуға болады бұны? Бөліп айтсам бола ма? Болады. Демек 5-ке бөле бастадым. 2000-2000-2000-2000-нан 5 намазға бөле бастадым. Әр намаздан кейін уже 2000-нан айта бастаймын. Уже есептей бастадым. Қанша уақытта айтып боламын 2000-ді? 2000-ді оказывается 8-9 минутта, максимально 10 минутта айтып болады екенмін. Сонда әр намаздан кейін мен 10 минутта артығымен ұстауым керек. Уже маған кәдімгі тапсырма, яқты калькуляция кете бастады. Жаза бастадым. Одан да бөлек тағы басқа тапсырмалар бар. Қарыздан құтылу дұғасы бар деген сияқты. Осылай уже менің фокусым мына есептеді, соған қалай істесем бұны айта алмай қалсам айтамын деген сияқты. Осыған кеткен кезде мынау жайлап ұмытыла бастады. Ұмытылып кеткен жоқ, бұған просто маңыздылық азая бастады да. Осылай мынадағы фокус, яғни мынау деп отқан қарыз ғой, осылай қарыздағы фокус мына жаққа ауа бастады. Яғни мынаны ойламай қою деген мүмкін емес, оны ойлай бересіз, біз жынды емеспіз, тентек емеспіз ғой, ойды басқарамаймыз, керек жатсаң да ойлайсың, қарыз тұрсаң да ойлайсың. Тағы да айтамын, кім қарызда жүр, кім ақшаның жоқтығын көп уайымдай береді, сізге дәл осы уайымның маңыздылығын төмендету керек. Срочно. Қалай екенін өзіңіз табыңыз. Әркімнің өзінің проблемасының деңгейі бар. Демек, қазір мынау сізге мысал үшін проблема болып тұр ма? Қарыз ба, ақша ма, жоқ па? Осыдан да маңызды мына жаққа үлкенірек фокусыңызды аударатын бірдеңе табыңыз. Может, ол білім шығар. Может, бір білімді алып аласыз да, мысалы, дәл қазір менде бір егер шатаспасам 50 ма, 52 ма бір сабақ тұр, видео сабақ. Осын көріп бітуім керек. Еще маған звондайды да, кімнің Марғұн Сейсенбай ағамыздың сабағын сатып алғам 2,5 миллион теңгеге. Платформаны бір айдан кейін жабамыз дейді. 6 ай болған ғой сатып алған ма? Ана 6 айда, бір айда, бір ай емес, бір 32 күн ба, 33 күн ба қалды, Сол 30 күнде мен 50 сабақты көріп бітуім керек. Енді өзіме тапсырма бердім. Тек күніне 2 сабақтан көретін болсам, мен ананы примерно бір 30 күнде бітірем, немесе 28 күнде бітірем деген сияқты. Сонымен енді ол 2 сабақты ең кем деген әрқайсысы 40 минуттан. Қай жерге сыйдырам, қай жерге қыстырып жіберем, обедке дейін ба, надан кейін ба, уже осындайда өзіңіз задача бересіз, сізге біреу тапсырма бермейді. Может, бір жерден білмеймін, ютубтан бір, мысалы мен телефоныма ютубтан
может сіздерде де бар шығар, телеграмда скачать с ютуба деген бот бар. Соны алатын болсаңыз, ютубтағы кез келген бір сабақ болсын, любой не нәрсе болсын, ол кино болсын, соны мен телеграмға скачать етіп аламын. Сөйтем де самолет ұшатын кезде, интернет жоқ кезде, болмаса жатқанда, тұрғанда, наушник бар кезде осыны көрем. Сосын мысалы, бүгінгі скачать етігіндарым осы аптада мыналарды көрем деген өзім тапсырмам бар. Солардың барлығын көрмей мен бұл аптада келесі басқасын жаңасын скачать етпеймін да. Яғни, ойбай, мен күштімін, крутоймын деген сөз емес, мен істейтін бұл лайфхактармен бөлісіп жатырмын сіздермен. Осындай өзіңізге өзіңіз қағаз ручканы алыңыз да, задача жасап алыңыз. Именно басқа нәрсеге емес, дәл сізді дәл қазір мазалап тұрған нәрсеге. Енді дәл қазір сізді ақша мазалап тұрса, қаржы мазалап тұрса, сіз бар денсаулыққа болмаса қарым-қатынасқа, отношение кетіп қалмайсыз ғой. Кетіп қалсаңыз ана жақта дың-дың-дың деп тұрады да. Мына жақта егер сізді ақша мазалап тұрса, бірақ мына жақта самооценканың сабағын сатып алатын болсаңыз, сіз аны көрмейсіз. Сізді ол нәрсе өйткені мазалап тұрған жоқ дәл қазір. Я ертең мазалауы мүмкін, арғы күні мазалауы мүмкін, басқа егінді жыл мазалауы мүмкін, я. Дәл қазір, в данный момент, что меня волнует, дәл қазір мені не мазалап тұр. Осы сұрақты егер де адамдар аптасына бір рет, хотя бы аптасына 2 рет өздеріне қойса екен, шіркін-ай, қоймаймыз ғой, осознанностьқа келтіреді, менің дәл қазір не мазалап тұрғанымды. Любой кезде. Мысалы, мен терапевтім бар, 3 жылдан бері екеуміз скайппен, звонокпен, екеуміз сөйлесеміз. Каждый звондаған кезде, что волнует сегодня? Бүгін сені не мазалап тұр? Бүгінгі уайымың не? Осы сұрақты қоя беріп, каждый ол қойған кезде мен шынымен ойланып қалам. Кешегі уайымдатқан нәрсе мені бүгін уже уайымдатпауы мүмкін. Сондықтан дәл қазір деген сөз, я, дәл қазір мені не уайымдатып тұр? Осы сұрақты өзіңізге қойып үйреніңізші. Сол кезде, егер дәл қазір сізді мазалап тұрған нәрсеге байланысты білім алатын болсаңыз, онда сіз ол білімді до конца көресіз. Онда сіз ол білімді алғаннан кейін әрекетке асырасыз. Курсты сатып аламыз, бірақ до конца жеткізбейміз. Курсты сатып алып, қанша курс кетті ғой далаға, я? Ақшасы да кетті, басқасы да кетті деген сияқты. Соның біреу бізге, я, курс сатып алып, біреу кетті далаға, екіншісіне содан сабақ алсақ мейлі екен ғой. Қайталай береміз да. Екінші курсты алдық, үшінші курсты алдық, төртіншісін алдық деген сияқты. Қайталай береміз да, бір қателікті қайталай береміз. Сосын соңында бір жұртқа келеді да ол нәрсе. Или бір крупный, білмеймін, курсты аламыз да ол нәрсе вообще. Яғни сабақтарды бізге қалайда алу керек. Берілу керек болған сабақтарды бізге іздеу керек кәдімгідей. Бүгінгі вебинардан сіздің алып кеткен хотя бы бір пайдаңыз осы болсын. Өзіңізге ең болмаса әр күні таңда тұрғанда привычкаға айналдырып көріңізші. Хотя бы аптасына бір рет мені дәл қазір деген сөзді айтыңыз. Дәл қазір мені не уайымдатады? Дәл қазір мені не мазалап тұр? Сөйтіңізде сол мазалап тұрған нәрсеге ғана байланысты білім алыңыз. Басқа білімді алмаңыз. Анау миды толтырып, ана білімді де ала беріп, мидың кашасын шығарасыз. Мида каша болған кезде өмірде каша болады. Естеріңізде болсын. Яғни түсіндіңіздер, я? Есіңізде болсын, тағы да айтам. Біздің жаратушымызға, біздің Раббымызға біз әрқайсымыз маңыздымыз. Мен маңызсызмын деп ойламаңыз. Сіз маңызсыз, мен де маңыздымын. Ол бізді жаратты ма? Демек, мен өзімді өзім түсірген кезде, мен оның күшіне сенбеген кезде, уайымдай берген кезде, өзім арқама жүкті алып қойған кезде, мен оның құдіретіне, оның мені маңызды етіп жаратқанда сенбегендігім болуы мүмкін. Тіпті бұның астында скрытный тәкаппарлық та жатуы мүмкін, е? Алла сақтасын. Яғни бұның барлығы айналып келген кезде біздерді мышлениенің өзгертуіне білімділік алып келеді, е? Неге қолыңызда сіз қалаған сума жоқ? Кеттік дәлше. Ақшаға қатысты нақты мақсат жоқ. Қыздар, мына нәрсені жазып алыңыздаршы. Именно осы. Өзіңізге сұрақ қойыңыз, қағаз ручканы алыңыз да, төбесіне жазыңыз. Неге менің қолымда мен қалаған ақша жоқ? Білмеймін, сіз қанша қалап тұрсыз? Миллион теңге қалап тұрсыз ба? 10 миллион теңге қалап тұрсыз ба? Неге жоқ ол сіздің қолыңызда? Қалай ойлайсыз? Жауап сіздің ішіңізде. Сіздің ойыңызша жауабы қандай? Сіздің ойыңызша жазуыңыз керек, я, жауабын. Осы сұрақты қойыңызда, үйлеріңізге барған кейін, қысқа сабақтан кейін, негізі мүмкіндік болса, неге менің қолымда мен қалаған сума жоқ до сих пор? Осы сұраққа, не знаю, бір 10-20 жауап жазыңыз. Өйткені мен тормозбын, өйткені мен пысық емеспін, өйткені мен миым жұмыс жасамайды, өйткені мен қолымда диплом жоқ, өйткені мен танымал емеспін, өйткені мен Инстаграм білмеймін, болмаса, өйткені мен мамандығым жоқ, өйткені мен күйеуім нашар, өйткені мен енем нашар, папам нашар, білмеймін. Әртүрлі жауаптар болуы мүмкін, соның барлығын жазыңыз астына. Осы шыққан жауаптар сіздің миыңыздағы ақшаға байланысты блоктар мен установкалар. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, бұл диагноз қоюдың ең оңай жолдарының бірі. Қыздар, түсініп жатсыздар ғой, я? Қолыңызда сіз қалаған сума жоқ. Ақшаға қатысты нақты цель болмаған кезде ол ақша бізге келмейді, есіңізде болсын. Ақшаға байланысты, басқа нәрсеге байланысты цель қойыңыз мүмкін, именно ақшаға байланысты цель қойып үйреніңіз. Прям әдемі, истина, нақты цель қойып үйреніңіз, мақсат қойып үйреніңіз. Мысалға,
қанша ақша керек сізге? Жазыңызшы өзіңізге, қағазға жазыңыз. Сізге қанша ақша керек? 10 миллион теңге ма? Не істейсіз оны? Осы не істейтініңіздің тиынына дейін сізде жоспар болу керек. 10 миллион теңге алатын болсам, так, оның 2 миллион теңгесін қарызға берем, 2 миллион теңгесін кредитті жабам, мынанша 1000 теңгесін аған берем, 200 теңгесін арендаға берем, мынаны аған берем, білмеймін 200 теңгеге білім алғым келеді, мына өзімнің личный расходым, мынандай, прям соңғы 100 теңге қалса 100 теңгесін аған берем, садақаға берем деген сияқты сізде айтып жатырмын ғой, нақты бір цель болған кезде сондай болады ғой, білесіздер ме, мысалы бір қарыз алып аламыз бірдеңені, машинаны алып аламыз, үйді алып аламыз да, соны қалай да құтылу үшін ана бізге цель болып тұрады ғой. Соны құтылу үшін анау бізге мотивация кәдімгідей. Біз пахат етеміз, біз кәдімгідей действовать етеміз, азында ұйқыдан тұрамыз, ұйқымызды қиямыз деген сияқты. Өйткені подсознательно біз анау қарыз деген нәрсені автоматты түрде цельге айналдырып алдық. Проблеманы миялды цельге айналдырып жерде. Давайте проблеманы емес, өзіміз бізге қалаған, өзімізге ұнайтын кәдімгі истинный цельді, мақсатты жасап шығарайық. Ақшаға байланысты. Бүгін тема ақша болғаннан кейін мен тек қана ақшаға байланысты нәрсе айтып жатырмын барлығын. Дальше нақты жоспар жоқ. Жаңа айтқан нәрсе, иә? Вот аласыз ақшаны, не істейсіз? Өтірік болмайды. Сосын тағы да бір нәрсе айтарым. Бүйтіп отырып алып, ойланып отырып, қандай не үшін екен, шынымен ойланатын нәрсе екен, деп бүйтіп ойланып отыратын болсаңыз, миыңызды қартайтып жібересіз. Думайте на бумаге. Вот всегда, постоянно тек қана қағазбен ойланыңыз. Сұрақты қағазға жазыңыз, жауабын жазыңыз. Сұрақты қыздар қағазбен дос болып үйреніңіздерші. Вот, пожалуйста, жалынасыздар. Сол кезде реально ол нәрселер орындала бастайды. Дальше себептерін айтып жатырмын, иә? Неге қолыңызда сіз қалаған сума жоқ, мақсаттың құндылығы жоқ. Яғни сіз қалаған цельдің ценности жоқ. Сізге именно сіздің миыңызға, сіздің хозяин, яғни әркімнің миына өзінің хозяйны важно. Менің миымдағы мақсат, ақшаға байланысты мақсат, осы үйтіп бүйтіп ақша тауып папама машина берсем, үйтіп бүйтіп ақша тауып ана папамның қарызын жауып берсем, мамама көмектессем, папам мәз болып қалатын еді деген сияқты. Менің Балқияның емес ол. Ол папамның, ол мамамның, ол ағамның, ол бастығымның, ол апайымның, ол социумның, қоғамның осы күшті болып көрінсем екен деген мақсат болатын болса, демек ол басқаның мақсаты ғой. Хозяинның мақсаты емес, ми оны конкретно ажыратады, естеріңізде болсын. Демек маңыздылығы жоқ, құндылығы жоқ. Мақсат сіздікі болу керек. Құндылығы оның прям білініп тұру керек, сізге. Яғни истинный желание деген нәрсе осы. Бұл нәрсе әке-шешеңе мүлдем көмектеспе, оларға вообще жағдай жасама деген сөз емес. Көмектескіңіз келеді ма, алдымен өзіңіз аяққа тұрып алыңыз. Сіз аяққа тұрып нық тұрғаннан кейін барып оларды бүйтіп нық сүйрей аласыз. Өзіңіз бір тауға шыққаннан кейін сіз қолыңызды созып оларды сүйрей аласыз, тауға қарай. Өзіңіз де шықпағансыз. Оларды да бірге шығамыз десек, біз бәріміз омақаса құлаймыз. Не олар өспейді, не мен өспеймін. Біздің әсіресе қазақ менталитетінің көбіміздің өзінің де басынан өткен бір қателіктеріміздің бірі осы да. Расымен де. Есіңізде болсын, әрине бәріміз жақсы көреміз, бәріміздің жанымыз ашиды, ата-анамызға көмектескіміз келеді, оларды уайымдаймыз, олардың қарызы болса әрине менің жүрегім тыныш емес. Уайымдаймыз, бізде жүрек бар, бізде мейірім бар. Бірақ, сіз жақсы көресіз, ата-анаңызды, бауырларыңызды, білмеймін, көмектескіңіз келген адамды. Бірақ оның жаратушысы, оның создателі одан да сізден де қатты жақсы көреді оны, есіңізде болсын. Және ол сізден де қатты көмектесе алады. Просто біз оның сөйтіп көмектесе алатынымыз сенбегендігіміз, өзіміз уайымдай бергеніміз. Жоқ, мен жасап беруім керек оның жағдайын, жоқ, мен істегім келеді деген сияқты да. Лучше оның сыртынан дұға жасаңыз. Я Раббым, әке-шешемнің өйстіп жүргенін жанымды ауыртады, оның кредитте жүрген, болмаса бауырымның, анамның, мынаның, күйеуімнің, әйелімнің өйстіп жүргені мен жанымды ауыртады. Раббым, мойындаңыз, жаным ауырады, уайымдама десем, уайымдап қойып жатырмын. Раббым, негізінде саған тапсыруым керек, бірақ мен өзім-ақ қойып жатырмын. Сенің күшіңе сенбей жатырмын. Мен осы жерде білмеймін, басқара алмай жатырмын, өзім контроль алмай жатырмын. Маған осы нәрсені саған тапсыруды маған үйретші, көркем түрде. Сол нәрсені мен жүрегімнен шығарып таста, және оларға сен қамқор болшы, мен емес. Оларды сен көтерші, мен емес. Оларды адамның көтерген керек емес, оларды Алла көтерсін. Вот мышлениеміз осындай болатын болса, одан бір тас жүрек болып кетпейміз біз. Бірақ осы кезде біз уже көмектесу керекпін, мен олардың қарыздан құтылу керекпін емес, уже через надо емес, біз через любовь жасай бастаймыз да, кәдімгідей. Махаббатпен жасай бастаймыз. Махаббатпен жасалған нәрседе, если сіз біреуге сыйлық берсеңіз, қарызын құтылып берсеңіз, обратка күтпейсіз. Алланың разылығы деген нәрсе осы жерде болады да. Әйтпесем, бір жақсылық жасайсыз, бір бауырыңызға біреуге жақсылық жасадыңыз, үлкен суммада білмеймін, бір кредитін құтылып бердіңіз, сыйлық бердіңіз. Сосын келеді да бір күні сізге грубить етіп, болмаса ренжітетін болса, ошым адам емес екенсің ғой, мен саған жақсылық жасап, мен сен қарыздарыңды құтылып жүрмін ғой, сен жақсылықты білмейді екенсің. Бұл ренжіп қаламыз, өйткені мен оған бердім,
бітті енді, ол маған ошым бетіме келмеу керек, мені ренжітпеу керек, ол вообще менің алдымда гүл болып жүру керек деген сияқты бір түсінік болады да, бізде ожидание болады да, сондай ше. Неге? Берудегі ниетіміз дұрыс емес еді да. Алланың разылығы болған нәрседе обратка күтпейміз біз. Алланың разылығы деп айтып тұр ғой өзі, ол разы болса болды бізге, анау разы бола ма, болмай ма, ол рахмет айта ма, айтпай ма, бізге разница жоқ. Маған адамның рахметі емес, маған Алланың рахметі керек. Примерно осы бір мышлениемен жүретін болсақ ше, онда басқаша болар еді да біздің схемамыз, көп жерде бұзып алғанбыз өзіміз.